Көлік құралының тұраққа қою тәсілі. Суретте қалай салынып тұрады, сіз дәл солай көліктеріңізді орнату керексіздер. Бірақ тротуарға жеңіл көлік, мотоцикл, мопед рұқсат етіледі. Жүк көлік онда жол шетіне орнатуы тиіс. Жұмыс істемейтін қозғалтқышпен тоқтап тұру. Бұл жерде әрине сіздер көліктеріңізді оталдырасыздар да 5 минут арасында кетіп қалу керексіздер. 5 минуттан жоғары тұрсаңыздар, онда айыппұл сіздерге салынады. Ақылы қызмет көрсетулер. Бұл белгіде мысалы тұрақтың белгісі тұруы мүмкін. Мысалы сіз тұраққа кіріп және де ақысын төлемей кетсеңіздер, онда сіздерге 3 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Сондықтан достар, егер де осындай белгі көрсеңіздер, міндетті түрде төлеп кетіңіздер. Тоқтап тұрудың ұзақтығын шектеу. Бұл жерде 30 минут деп көрсеткен, 30 минуттан жоғары сіздерге тоқтап тұруларыңызға тыйым салынады. Автомобильдерді қарап тексеруге арналған орын. Орыс тілінде эстакада дейміз. Бұл жерде шұңқырда болуы мүмкін. Толық массаны шектеу. Егер де бұл көрсеткіштен салмағы жоғары болса, онда жүруге тыйым салынады сол бағытта. Басты жолдың бағыты. Бұл белгіде қарамен сызылған жуаны ол басты жолдың бағытын көрсетеді. Жүру жолағы. Бұл белгі қай жолаққа көрсетіп тұрады, сол белгі сол жолаққа ғана арналады. Зағип жаяу жүргіншілер. Ылғалды жабын. Бұл белгіде көбінесе қауіпті аймақтарда орнатылады, мысалы көпір, қауіпті бұрылыстарда, немесе биікке көтерілген кезде. Егер де жол төсемі бізде құрғақ болса, онда біз бұл белгіге бағынбаймыз. Мүгедектер. Көбінесе бұл белгі тұрақтарда орнатылады. Егер де сіздерде тану белгісі болмаса, онда сіздерге аялдауға тыйым салынады. Айыппұл 10 айлық есептік көрсеткіш салынады. Мүгедектерден басқа, егер де бұндай белгі орнатылса, мысалы тыйым салу белгісінде, онда бұл белгі тек қана мүгедектерге ғана арналмайды. Қалғандары бұл жерде аялдауға әрине тыйым салынады. Қауіпті жүк сыныбы. Маршруттық көлік құралының түрі. Құрметті оқырмандар, осымен жол белгілерін толықтай түсіріп өттік. Сіздерге үлкен алғыс айтамын. Видеоны толықтай көрсеңіздер, комментария жазып, лайкты басып, біздің парақшаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жоносов. Бірге болайық.